Осындай силамерлар көбейіп кетіпті бар ғой біздің қалада. Көп адамдар ұрады ше осындайда жиналып. Негізі бар ғой бұндай силамерлардың пайдасы зор. Алдында бір научный статья оқығам осындай силамер, осындай не туралы ше. Бұларды силамер дейді ғой, ұрады ғой адамдар. Бұларды ұрғанда, в общем, адамның несі шығып кетеді дейді, ондай негативі бар ғой. Жаңа ұрғанда адамның негативі шығып кетеді дейді. Бір болады ғой біреумен, мен өзім өмірде болғасын білем, біреумен біреуге қатты жының ұстағанда ұрып жібергің келеді. Ұрып жүргеннен кейін өзіңді күшті сезініп қаласың ғой. Мысалы, мен просто бұрында болатын сондай, қазір ешкім төбелеспеймін ғой. В общем, сондай болатын ше, ұрып жүргеннен кейін қатты жының ұстап тұрған, бүкіл жының кетіп қалады ше. Бір моментте, как будто ничего не было, как будто рукой сняла дейді ғой. Вот. Жаңағыдай силамерді ұрғанда адамның негативі кетеді екен, сондай научный статья оқығам мен. Сондықтан бір қатты жындарың ұстап тұрса, қатты бір негатив болып тұрса, осындай грушаларды ұрсаңдар болады. Реально көмектеседі. Жаңағы грушамен бүкіл негативтің бәрі кетіп қалады. Жандарың тынышталып. Проверено, тексеріп көріңдер. Мысалы, психологтар айтады ғой, консультацияға барғанда, егер де бір затқа қатты жындансаңдар, егер де басқа способ білмесеңдер, жаңағы негатив, гневті шығаратын, вот гневті шығаратын способ білмесеңдер, үйлеріңде ешкім жоқта подушканы алып ұрыңдар дейді ғой. Ұрсып подушкаға сондай энергияң шығып кетеді дейді. А вот спортсмендар солай дайындалатындар, олар жаңағы не ұрады, груша ұрады ше. Груша ұрып ұрып, солай өз негативтарын шығарып жүреді. Ол тоже бір психологический прием деп айтуға болады. Вот на силамер примерно сол сияқты. Адамдардың негативін, адамдардың уровень температурын снижать етеді кішкене. Мен өзім кезінде осындай силамермен айналысайын ба дегем, 2015-те паркта жұмыс істеп жүргенде. Осындай силамерді Россиядан заказ берейін деген, Рокки боксер деген, ол кезде 550 мың ба сондай болатын. Рубльмен сондағы 100 мың ба, 120 мың рубль тұратын. Короче, мен онда ақша болды ол кезде, бірақ та соны ән жасаймын, мен жасаймын, планыма жазып, бизнес план деп сөйтіп жүрдім да, сол бет қалды ғой. Осы 2021-ден ба, осыдан басталды қазір. Көп болып кетті бұндайлар. Значит, көбейсе, значит, бизнес хороший. Былай қарасам, пассивный доход адамдар. Кофе аппарат сияқты, заполнять писін, пополнять писін, ештеңесін. Просто қойып қоясын, адамдар ұрады, ақшасын аласың. 50 теңге болады, қазір 100 теңге болып кетті.